Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге әлемдегі ең тәтті бөлкелердің рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге сүтке осылай қантты салып араластырып аламыз. Үстіне ерітілген майымызды құйып, бір дана жұмыртқа саламыз. 1 шай қасық дұрыс, 1 шай қасық улучшитель, 1 шай қасық тұз салып араластырып аламыз. Еліктен өткізілген ұнымызды салып, осылай қасықпен араластырып аламыз. Содан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Осымен қамырымыз дайын, бетін жауып 1-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтеріліп шықты, азырақ ұн сеуіп, осылай 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Шамамен қалыңдығы 1 см болуы керек. Осылай үстіне ерітілген майды жақтым. Майды ерту міндетті емес, бөлме температурасындағы майды жақсаңыздар да болады. Ендігі кезекте қант пен корицаны араластырып, қамырымыздың үстіне сеуетін боламыз. Мен 100 грамм қант қолдандым. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, 150 грамм салсаңыздар болады. Осымен қамырымыз дайын, енді рулет сияқты орайтын боламыз. Осылай енді орап болған соң бөліктерге бөліп, противенге жинайтын боламыз. Міндетті түрде печканы қыздырып, содан соң барып салыңыздар. Сонда көтеріліп, әдемі болып пісіп шығатын болады. Противенге жинағанда арасын сәл ашықтау етіп жинаған дұрыс. Бұл піскен соң көтеріліп, бір-біріне тиіп қалуы мүмкін. Осылай печкаға жібереміз 180 градуста 25 минутқа. Осылай пісіп шықты. Ендігі кезекте кремін жағатын боламыз. Міндетті түрде ыстық кезінде жағуларыңыз керек, сонда дәмі крем сіңіп, дәмі әдемі болады. Креміне творожный сыр, май, сахар үшеуін араластырып жағамыз. Суыған соң шаймен ішсеңіздер болады. Сіздер жасап көріңіздер, ас болсын.